Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Үндістанның оңтүстігінде хиджаб киюге тыйым салу жағдайы аясында Карнатака штатындағы колледжде хиджаб киген мұсылман студент қарындасымыздың батылдығы бүкіл әлемді таңғалдырды. Біраз индус жігіттерінен құралған топ хиджаб киген қарындасымызды көріп, ши бөрілердей шулап, оны қорқытпақшы болды. Бірақ мұсылман қыз қорқудың орнына оларға қарсы шығып, Алланың атын ұлықтап бастады. Оны көрген индустар қызды қоршап, оған зиян тигізуге сәлек қалды. Бірақ батыл қыз бұлардың бұл әрекеттерінен қорықпады. Кейінірек бұл Мускан Хан есімді батыл қыздың бір үнді арнасына берген сұхбатынан үзінді келтірейік. Мен ол жерге орындаған тапсырмамды беріп кету үшін барған болатынмын. Себебі мен ол колледждің студентімін. Олар мені хиджаб киген себепті ғана колледжге кіргізбей қоюға тырысты. Олар маған Жай Шри Рам деп айқайлай бастады. Ол индустердің сенген Рам атты құдайларына сәлем сөзі. Ал мен болсам Аллаху Акбарды оларға жауап бердім деп сөзін жалғастыра келе Мускан өз құқығы үшін күресуді тоқтатпайтындығын айтты. Құрметті бауырлар, видеоға лайк басып, пікір қалдырып және достарыңызбен бөліссеңіздер нұр үстіне нұр болар еді. Сіздер үшін 1-2 секунд, ал біз үшін үлкен мотивация. Хадисте келгендей, кімде-кім жақсылық жасауға жол көрсетсе, сол жақсылықты жасаушы адамның сауабындай сауап алады. Құдай қаласа, каналымызда көптеген пайдалы және қызықты видеолар шығатын болады. Авторлық роликтерімізбен қатар еліміздің белді уағызшылары Ерлан Ақатаев, Жарқын Мырзатай, Абдуғаппар Сманов, Хафизулла және тағы басқа ағаларымыздың үздік уағыздары шығып тұратын болады. Бізбен бірге болыңыздар, ал біз жалғастырайық. Бауырлар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге Аллах разы болсын. Арнамыздағы басқа да роликтерге мән беріп көрсеңіздер, назарларыңызға рахмет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.